саған айттым. Я ағай, айттыңыз ғой. Айттым, не айттым? Қыздар керек дедіңіз. Қыздар керек, ән айтатын қыздар керек деді Иә. саған. Жаз. Бойы 1.75. Аха, Әдемі болу керек. аха, Әдемі. иә. Сосын дауысы. Дауыс не важно, керек емес дауыс. Иә, Ана істемейді, микрофон дұрыстап тастаса болды. хорошо. Біз номер 1 қалада береке деген той ұйымдастыру орталықпыз біз. Келген клиенттердің бәрі тойды бізден қабылдау керек. Байға шүкір. Триолар, кеше ана тойға қандай трио жібергенсің сен? Жылқыман жібердім ғой ағай. Жылқыма, ортасында қыздың аты кім? Айгера. Ана Айгераға өтініш менің атымнан бар ғой, а? Бір ящик шампунь әперші, пожалуйста. Неге? Ана басын жумаған ғой, неше ай болған? Машина тартатын трос сияқты болып қалған. Кеше өлең айтып, басын шашын айылдырып өлең айтқан екен. Жанда екі қыздың мойнын қиып жіберіпті. Одан кейін ортасына былай айналдырған. Кафелден от шығып деді ғой. Қойыншы ағай. Жұрттар балгаркыма деп қалыпты ғой. Не деген біз? Номер 1 бұл береке деген той ұйымдастыру орталық. Иә. Келген клиенттерді адам баурап алу керек. Уайымдамаңыз ағай. Мені көрген клиенттер бар ғой, кете алмай қалады ғой, ағай. Мен сен жақсылап жұмыс істесең бар ғой, Аха. мен сен шетелге апарам. Шетелге? Иә, қай қала? Анкара ма, Анталия ма, Дубай ма? Дубайға барайықшы. Иә, барасың. Жақсылап жұмыс істе. Маған ешкім звондаған жоқ. Жаңа клиент звондап еді, соның адресті өзіңіз айтып жіберіңізші. Бара бер жаққа. Иә? Келген клиенттерді күліп қарсы ал. Уайымдамаңыз ағай. Сосын колодкиін шеш. Капрон. Бар, ойыншы. Қай жерге кеп қалдыңыз? Қай жерде дейініз? Айттым ғой сізге, Абая Жарокова деп. Ой, қай жерде? Абая былай, Жарокова былай. Күтемін, жақсы. Бұл береке деген той ұйымдастыру орталық. Той істейсіз, маған бізге келесіздер. Бауыржан, Тәуіржан, мен жақсылап өтіп. Ассалаумағалейкум. Жәніндегі звондаған мен ғой, қалай? Қош келдіңіз. Қалада номер 1 береке деген той ұйымдастырылып, менікі. Бүкілі бар бізде. Біз алдымен танысып алайық. Танысып алу керек. Есіміңіз кім? Ерлан. Шын айтыңыз. Өзі бірақ атым бар ғой, Ерлан. Ойнамаңыз. Ойнап тұрған жоқ па, Ерлан ғой атым. Шын айттыңыз. Оған қайт жауап беремін. Шын мен. Болды ма? Менің де әкемнің аты Ерлан ғой. Қандай совпадение, менің әкемсіз. Қой береді, Қазақстанда мен ақ емессің ғой. Ал әйеліңіздің аты ше? Сағира. Қойыңыз. Қойша бар, Сағира ғой. Менің де анамның аты Сағира. Сіз менің әке шешемсіз. Шай, кофе не ішесіз? Үштеңе? Мынау тошын той қабылдайтын жер ма? Басқа жаққа кіріп кеткен жоқпын ба? Жоқ, той. Номер 1 қалада береке той ұйымдастыру орталығы. Бізде бәрі бар мына. Әнші, биші, күйші. Не той істейін деп жатсыз? Мынаның сізден күйші көрмесім ғой мен. Осылардың бәрін шақырып береміз біз. Майкл Джексон жоқ қой қазір. Ақшасын берсең тірілтіп ала саламыз. Шай, кофе. Қойса. Бір түрлі болып қалды ғой. Менің іздеген адам жоқ. Не той? А? Не той істейін деп жатсыз? Ой, ұмыт қалғаным десе. Не той? Сүндет той ғой. Дұрыс, сүндет той. Сүндет той ата-анаға міндет қой дейді ол. Иә, бәрі бар бізде. Соған анау мен іздеген әншім таппадым да, анау әнші бар ғой, Әбжаппар Әлқожа деген ше. Иә. Сол керек етті. Оған не қыласыз? $5,000 бер. $5,000? Иә. Қасында тамадасы мен жоқ. Жоқ, өзі $5,000 не қыласыз? Бір өзі ма? Одан да бізде трио қыздар бар. Әбжаппардың бүкіл әндерін солар айта береді қазір. Иә? Иә. Әбжаппардың әлі шығармаған әндерін олар шығарып қойған. Ой, қойсай. Солар айта береді. Жоқ, ол Әбжаппардың шығармаған өлең қақтан айтады. Қандай өлең ол? Айдағы тәттәру, Марсыдағы қоңырат деген әндер бар. Сондай әндерін айта береді, иә. Қанша олар? Ол 150 000 теңге. Арзан екен ғой. Әбжаппардың бүкіл әндерін айта береді. Тойда до конца болады. Онда соны алам да. 150 000. Тамадаға бірақ мен өзім таңдағанды былайшы, ана Қанат Әбжаппар деген бар ғой, түт дейтін. Бүкіл Әбжаппарларды шақырып уағыз өткізейін деп жатсаң, не істейін деп? Жоқ,
қайдағылай Это- автомат етеді ғой төтөт Не надо, это банально. Это банально. Халыққа қызық емес это. Кәдімгі новый, новинки надо. күшенбей айта берші айдалай. Қазір халыққа жаңадан нәрсе керек. Не ғой ту-ту-ту деп. Одан да бізде томпи деген тамада бар. Иә. Ана қанат ту-ту-ту демей ма? Ол бомба. Ту-ту. Ой, Жарады. сондай тамада шығып кеткен. Аламнан, бомбаны алам. Ол 200 мың теңге. Болды, алам. Сен ойлашы 350 мың теңге тағы да не керек? Тағы да биші, әнші, шай, кофе. Ойше, недем жібереді аға бар. Сияқта тұра берші. Ой, ба, біртүрлі болып қалды ғой. Не ғой? Айтыңыз, айтыңыз. Жаңа үстінде тұр, қыдырата керек еді, қыдырата. Қыдырата бар. Иә. Біреуін 75-ші жылдан 85-ге дейін бар бізде қыдырата. Қыдырата ма, қыдыр бала ма? Тыңдасаңызшы. Біреуін сақалына жерден, біреуін мына жерден. Кетереді. Болды, мына жерден жетеді. Қыдыратаңды алам, томпит бомбыңды алам, и сосын жәндегі әнші. Әнші. Жұлқыма дедің ба? Биші бар ма? Бәрі бар бізде бәрі. Болды. Задатып беріп қоясыз. Жададық емес, мен бәрін берем. Да? Жалпы 400 мыңдай болды ма? Бауырым, саған сендім, алғашқы қуанышым, жақсылап өткіз, мен жеңшеңе звондап айтып. Звондаңыз. Тойымдастық орта. Міне, келген клиенттің жанына кіріп кету керек. Номер 1 продюсер орталық. Аржан. О, қалайсыз? Кеше тойы болған ғой бұл кісінің. Кешегі тойыңыз күшті өтті ма? Иә, быт болды тойымыз. Не тамада жібергенсің мен тойыма? Томпи. Жарат дедің ғой, бытшын шығарды ғой тойдың бәрін. Жарат. Қойышкөге быт болды деп. Той зор болды бәке. Ортаға ат шықтың да, атам бақытты болсын дегендер оң қолды көтерсін дедім. Оң қол. Апам бақытты болсын дегендер сол қолды көтерсін дедім. Бақыттың орысшасы не бәке? Счастье. Бәріміз бірге. Мы желаем счастья. Майт зор болды деп саған. Өткенде келіскен кезде не дедік? Не дедік? Сен жастардың тойымен шатастырдың ғой біздің тойды. Әкеміз бен шешемізге 70 жас мерей той береміз дедік қой. Мынауың бытшын шығарды ғой, мыналай. Не қылды? Мен саған айтайын. Әкем мен шешемді 70-ке келген. Бүкіл елдің көзінше ортаға шығар, горько деді ғой мынау. Зато сүйісті ғой. Қалай сүйіспейді, төбесінде қақылдап тұрсаң. Әкем масқара болды. Ой, қойышкөге әкем масқара болды деп. Бәке сосын апам риза болды. Томпи тамада, горкаңнан тағы бір рет қайталағаш деді ғой. Неге ашулана бересіз? Шай, кофе. Құшар әне қабар. Сен өткенде де шай, кофе деп дым бермей шығарып салдың ғой мен. Кофе ал. Кофе. Сол кезде ішу керек еді. Бір кезде мынау жынды ойын жүргізді. Енді ойынсыз той беріп жатсыз ғой, той ауыз ашар емес қой. Ойынсыз болмайды. Сен бірінші тыңдасаң, мен түсінетін едім. Егер де ол жастармен ойнатса түсінетін едім. Жоқ, менің 70-ке келген әкемнің класстастарын шығарып, өздері зорға жүріп жүрген шалдар сөйтіп ортаға шығарды да шар үрлеп отырғызып жарғызды ғой мына. Зато қан айналады. Сөйтіп айналмай қойсын. Ай, Бауыржан, мына кісі тамада таңдаудан шатасып, ұстамақ қой. Мен тамадам қақта? Осы? Сен жарат дедің ғой. Бомба ғой. Бомбасын көрмедің ғой, әңгімесіне қараған кезде. Зато сіздің тойыңызға басқа костюм киіп барады. Жоқ, тамадан артық сайсаш. Және де бишіңді алам, триоңды алам, қыдырата болды. Неғып бүйтіп жатсыз? Қош керек. Қорқайын дедім. Сосын қандай трио жібердім мен? Аты қандай еді? Жылқы ма, күшті ма? Жынды ма деп қою керек еді олардың аты. Не болды? Немне белені тойдың басынан до конца шаштарын айналдырады екен. Той болған кейін қыздыру керек қой айналдырмай. Бір кезде ана екі шетіндегінің шаш бір-бірімен жабысты. Жарты сағат ажыраттық ана. Енді қыздыру керек қой. Мен түсінем. Егер де тойдың ортасынан кейін халық билеп атқан кезде шаштарын айналдырса. Жоқ, тойдың басында 3 ақсақал келіп аумин деп тойдың басын ашып берді. Содан кейін әлемнің жарғын деген әдемі ән басталып еді. Соған ұрды ғой шаштарын алып. Әлемнің жарығы деген ана туралы өлеңге шаш айналдырып тұр ма? Құдай сақтасын. Амақ қоям ау деймін.
келіншегім звондап жатыр да, әнші керек жоқ деп жатыр да. қой күшті. Жоқ, былай қылайықшы, мен және Қыдыр атаңмен бишіңді алайын, мына жерде тұрсам мен ештеңе қабылдай алмайтын сияқтымын да. Болмас. Жоқ, сол екен. Клиенттердің көзін жинап өйтіп не бар? Жо, не биші жібердің сен? А? Қандай биші жібердің маған? Айтса қандай биші жібергеніңде? Үшті бейші жібердің ба? Кім айтты саған? Бишілердің тұрғы. Дәл мынаған құсаған 6 қыз келді. Туған бөлелерім ғой. Көрініп тұр бөлелерің екен. Келді де қызмет жасайды екен, қарындастарымыз ғой деп. Бірден әртістердің дастарханына отырғыздық. Отырды да 6 гриль, 2 блок коланы жей жіберді ғой бірден. Ішінде бір дәу біреуі бар екен. Надан да дәу ма? Екеу шығады осыдан. Бетіп орнынан тұрды да, сол қолын көтерді. Бетіп, тура үстіп көтерді да, мына жерге қазы, қарта, жал, жая, сыйт, акарашка, мына жерге келген кезде дәу тортты қойды да, аузын ашты да, астына перді ғой бетіп. Вайба. Аузында пакет бар ма, қайға кетіп жатыр оның бәрі? Сөйтіп, дастарханда тұрған салфетканы алды да, аузын сүртті. Салфетка болған соң сүртеді ғой енді оны. Салфетканы да опырып жіберді ғой сосын. Вайба. Чай, кофе. Что-то мен саған үйреніп баратқан сияқтымын, құршан ақы. Жоқ, бишілері мынандай дейсің ба? Оларға айт билейді екен, тек бүйтіп тұра беретін сияқты ғой. Не бар? Дене қимылдамайды ғой, айналай. Былай қылайықшы. Қадыр атасы қандай екен, Қадыр атасы, білмеймін мен. Біз енді 70 жас мерейтой бергеннен кейін, Қадыр ата енді мұсылман дұрыс болған жоқ. Тәуірлеу болсын. Күшті болады бәрі. Күшті болатынына қорқып қалдық қосын. Сен айналайын, көзіме күйік болмай кетші. Құршан аға бар. Бомба қып жарат дегеніңе қарап тұрып, ештеңе жармайды сияқты. Сәй сөйлей бермей. Сосын бар ғой, мен саған айтайын, сенің бір ауыз сөзіңе бола, мен сені сыйлап тұрмын. Әкең Фархат, менің әкесінің аты Ерлан, менімен аттас. Әкең Фархат, менің әкеммен аттас болғанына. Анаң Фатима. Сағира? Сағира қой мамасының аты, менімен. Фатима анаң, менің анаммен аттас болғанына. Қазір мен үйге барам, әкем кешегі тойға разы болмаса, бүкіл ақшамның бәрін қайтарасың. Түсінің ба? Құршан, шай кофеңмен. Сен неше әке шешең бар, Әке шешеңнің атын Опелдің балуын ұқсып жаман ауыстырып жатсың ғой сен? Жоқ, өкіл әке шешемнің аттастары ғой, я. Жоқ, Бауыржан, баста әжептер ұнап, балам сияқты болып көрінгенің жаман айнып жатсың ғой. Төбеңде бір құдай тұр ғой, шынымды айтшы, Қыдыр атаң қандай? Қыдыр атам жақсы, намаз оқиды. Құдайға шүкір. Ақшаның бәрін соған беремін. Каждый суббота сайын жұмадан қамайды ол. Ана инстаграмда суббота мүбәрәк болсын деп жүрген сен емес ба? Жұмадан қамай шатасып кеттім. Құрса біле, тұрсын, жақында бірше. Шынымен намаз оқиды ғой? Иә. Мен саған сенді. Бүткіл ақшаңды Қыдыр атаңа берем, болды ма? Бәке той деген зор болды ау. Ортада биле құдаша биді арып, шашы бұлай қарып, фигурасы оның 90. Той зор. Клиенттермен тұрмын ғой, Ой, бәке, қойш, әңгімелес, мен ештеңе жоқ. Той деген зор. Бәке, сізге тойдан сақып болсын деп палау бер жүрді. Той зор болды. Жаңа сүндет түрілген баланы шақырып алдым. Бала бергел. Әкенің өсиетін тыңда. Мынау дүрбіні берген себебім, дұшпаныңды алыстан көрсін дегенім. Қамшыны берген себебім, осы қамшымен дұшпандардың жағынан сабап ұрсын дегенім. Күректі берген себебім, алдымызда көктем келе жатыр, жер аударып, помидор ексін деген. Мұны мала кетші бар.
Ата десең білейін міне бата. Байқамастан құлап қалды о қыдырата. Құласам да көңілім егілмеді. Бірде бір палау жерге төгілмеді. Dreamworld Pictures, Columbia Pictures представляет. Қалай? Не болды? Не шар? Бергеле. Намаз қанау дейм, ә? О күн ішпейді. Оған дейін ұрады ғой. Әңгімен қысқартта және ақшаны әкел болды. Қазір мен айтып берейін да оған. Ей! Сол ақшамен қашып кетем деп тұрсың ба? Міне осындайлар көбейген, той ұйымдастыру қатырамыз дейді. Қатырдың. Намазхан деген қыдыратан көшіп қалған. Көргенсіз. Кешіріңіз Ерлан ағай, жаңа сізге керек заттарды айтып жіберіңізші маған. Кімдер керек еді сізге? Томпи тамада, сосын жолқыма би тобы, қыдырата. Оларды алмайтын болдым ғой. Ештеңе керек болмай қалды. Ешқайсысы керек емес пе? Енді не керек сізге? Сен керек болып тұрсың да. Мен? Қойыңызшы. Қоя алмайды екем да. Қойыңызшы ағай. Жалпы келген клиенттердің бәрі маған есі ғашық болып қалады ағай. Мен басқаша ғашық болдым да. Қалай? Қойыңызшы. Қалай екен? Күндей болып күліп келші, жүрегіңді жұлып берші, жүрексіз ақ жүріп көрші, ай көрші. Тоқта, күйіп қалма жанған отқа, сенде уақыт бар ма жоқ па, шақырайын қонаққа. Ашылады кеуде қақпа, кеудемдегі бөлме жаққа, жүрегіме кел қонаққа. Жанар сөнген отта, жетемірдің менде баққа, жүрегіме кел қонаққа, жаным. Көңіл бөлем, жүрегімнің төрін берем, сол ғой ғажап өмір деген. Оқтым, сені тағы аңсап күттім, күте шашап біттім, өтпейтін ай уақыттың. Ашылады кеуде қақпа, кеудемдегі бөлме жаққа, жүрегіме кел қонаққа, жаным. Жанар сөнген отта, жетемердің менде баққа, жүрегіме кел қонаққа, жаным. Жаққа, жүрегіме кел қонаққа, жаным. Қайта жанар сөнген отта, жетемердің менде баққа, жүрегіме кел қонаққа, жаным.
Бүгінгі Қызық театрының алғашқы шығармашылық концертіне қош келдіңіздер. Қадамдарыңыз құтты болсын, ағайын. Мұңайған шақтарда, сезім мен сырды ақтарда, қуанудан артық бақ бар ма? Ақтаңда, жаңа күнге кірпік қаққанда, күтіп жүрмін көркем сәтті алда. Бақытымды сезінемін, жүз мұңаям, жүз күлемін, аялаймын қыз жүрегін. Жарық дүние, сен айтшы тапсаң өмір мағынасын, жан дүнием жадырасын. Заңдылыққа бағынбай келем, жүрегімнің қалауыменен, жастық шақтың алауыменен, еркелеймін, жалындай берем. Жылжыған жылдарым, сағынып сені жүр жаным. Неге тыныш ұйқымды ұрладың, сырғалым, жасырмайдау нәзік сырларын. Жағым келіп білсем бір халін, қиындыққа жасымастан, жеңілдікке тасымастан, құлпырады көңіл бағың. Жарық дүние, сен айтшы тапсаң өмір мағынасын, жан дүнием жадырасын. Заңдылыққа бағынбай келем, жүрегімнің қалауыменен, жастық шақтың алауыменен, еркелеймін, жалындай берем. Жарық дүние, сен айтшы тапсаң өмір мағынасын, жан дүнием жадырасын. Заңдылыққа бағынбай келем, жүрегімнің қалауыменен, жастық шақтың алауыменен, еркелеймін, жалындай берем. О, жарық дүние, сен айтшы тапсаң өмір мағынасын, жан дүнием жадырасын. Заңдылыққа бағынбай келем, жүрегімнің қалауыменен, жастық шақтың алауыменен, еркелеймін, жалындай берем. Жарық дүние, сен айтшы тапсаң өмір мағынасын, жан дүнием жадырасын. Заңдылыққа бағынбай келем, жүрегімнің қалауыменен, жастық шақтың алауыменен, еркелеймін, жалындай берем. Жарық дүние, сен айтшы тапсаң өмір мағынасын, жан дүнием жадырасын. Заңдылыққа бағынбай келем, жүрегімнің қалауыменен, жастық шақтың алауыменен, еркелеймін, жалындай берем. Еркелеймін, жалындай берем.
ғажайып сәт шарықтатқан мені сол күнгі лебің сезін мені тыңда тербетіл қараңғыда көрермендер тола естіліп саған әнім селт еткізді жүрегімді менің өнерге құштар көзбенен қарағаның арманыма саты салып берген сол құштар көзқарасы бөліндім мен ғажап сезімге менің әндерім тапқандай өз бағасын қаншама сұлу қыздар көп өзіңдей неге жоқ сыйладың жанарыңа от жоқ болдың ғашық етіп қойдың да ол көңілім әппақтардай ақ бір күліп қарағаның бақ оралма сол ғажайып сәт шарықтатқан мені сол күнгі лебің сезін мені тыңда тербетіл қаншама сұлу қыздар көп өзіңдей неге жоқ сыйладың жанарыңа от жоқ болдың ғашық етіп қойдың да ол көңілім әппақтардай ақ бір күліп қарағаның бақ оралма сол ғажайып сәт шарықтатқан мені сол күнгі лебің ешкімге ұқсамас келбедің сұлулық жырласын жер бетін осы әнім құлағыңа жетсе сезін мені тыңда тербетіл осы әнім құлағыңа жетсе осы әнім құлағыңа жетсе осы әнім құлағыңа жетсе сезін мені тыңда тербетіл көп рахмет қызық театрының бүгінгі керемет қызықты кешіне тағы да қош келдіңіздер көңілді отырыңыздар барлығы тек қана сіздер үшін сіздермен бірге болған очоу